байып кетсем, ақшам көбейсе міндетті түрде садақа беремін деп, бірақ бермей сараңдық танытқандар жайында біз айттық. Енді олардың нәтижесі соңы қалай болады деген кезде Тәубе сүресін жалғасты 77-ші аятында. Estağfirullah. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. Алла Тағала олардың жүректеріне нифақ, екіжүзділік деген нәрсені салып қояды. Қашанға дейін? Осы Алла Тағаламен қауышқанға дейін, кездескенге дейін, осы өмірде, яғни жүректеріне екіжүзділік деген нәрсені салып қояды дейді Алла Тағала. Не себепті? Бима ахлафуллаха ма ваадуху. Біріншісі, уәделерінде тұрмағандықтан, уәделерін бұзғандықтан. Екіншісі, ва бима кану якзибун. Өтірік, жалған сөйлегендіктері себепті осындай өмірде екіжүзділік деген нәрсені жүректеріне ажырамас бір бөлік ретінде, сипат ретінде салып қояды дейді. Яғни әрқашан уәде береді, бірақ орындамайды. Уәде береді, орындамайды. Уәде береді, орындамайды. Егер осы өміріне әдет болып кетсе, ол болмысына сіңіп кетеді да, осы бір сөзі мен ісі сәйкес келмегендіктен жүрегіне екіжүзділік деген нәрсені ажырамас бір бөлшек ретінде, сипат, қасиет ретінде, арсыз бір сондай бір іс ретінде жүрегіне салып қояды. Бұл адамның Құдайдың алдындағы дәрежесінің төмен болуымен қатар, өмірдегі күнделікті тұрмыс тіршілікте де оның ісі алға баспайды. Неге? Себебі сөйлегенде уәдені береді, бірақ адамдар ешқайсы оның ісіне сенбейді. Себебі ол орындамайтын біледі. Сондықтан да бұл өмірінде әдет болып кетеді, бойын болмысына сіңіп кетеді. Сөйтіп адамдар да оны солай екіжүзді, мұнафық деген секілді сондай нәрсемен тани бастайды. Сонымен былай шыққан кезде өмірде де, ақыретте де жетістікке жетпейді.